қалай? Сабаққа дайынсыз ба? Жақсы, отырыңыздар. 8 сынып өз сыныпта кім жоқ? Арай, Сенді және Айбеке сұрап кетті. Бүгін бізде әдебиет сабағы. Барлығымыз жұмыс дәптерімізді оқуымызды алдық па? Жақсы. Бойынша біз Тахауи Ахтановтың «Хиямызды» әңгімесін ары қарай жалғастыратын боламыз. Яғни бүгінгі негізгі тақырып сол әңгіме бойынша кейіпкерлермен танысу, яғни кейіпкерлер бейнесін ашу болып табылады. Бүгінгі сабақта біз 3 топқа бөліндік. Топтардың атымен таныстырып өтетін болсақ, бірінші тобымыз Жапандағы жалғыз үй деп аталады, яғни оқиға желісіне байланысты. Екінші тобымыз Қараша үй деп аталса, үшінші топ Күй құдіреті деп аталады. Енді сабағымыздың жалпы құрылымы топтық жұмыс түрінде өтеді. Жалпы бағалау екі формада жүзеге асырылады. Ең біріншісі топтық жұмыста өз араларыңызда топ басшысын сайлайсыздар. Бірінші топтан сайлаңыздар, екінші топ және үшінші топтан. Өз араларыңызда. Бірінші топта кім? Топ басшысы. Жәнеге бағалау парақ беріледі. Және екінші топтан Альмира. Үшінші топтан кім болды? Жалпы сіздерге сұрақ, шығарма бойынша, яғни әңгіме бойынша қанша кейіпкер кездеседі? 4 бар, жоғы 4 қана кейіпкер. Тақырып мен идеясы терең болған әңгіменің небәрі ішінде 4 қана кейіпкер кездеседі екен. Енді дәл осы бүгінгі сабағымызға тікелей байланысты тапсырма бергім келіп тұр сіздерге. Ең алдымен кішкене сіздерге түсіндіріп өтейін. Осы 4 кейіпкерге біз алдыңғы сабақта жалпы сипаттама берген болатынбыз, ауызша. Және де үйде дәл осы кейіпкерлермен келіңіздер дегенбіз. Енді сол бойынша сіздерге екінші тапсырманы ұсынбақшымын. Екінші тапсырма кестеме жұмыс, яғни кейіпкерлер бейнесіне талдау жасау. Экранда көріп тұрғандарыңыздай, бірінші бағанада әңгімедегі кейіпкерлер берілген. Кімдер атайықшы? Естелес, Оразбек, Ақсақал дегеніміз кім? Жаңылдың әкесі. Өте жақсы. Енді тапсырмада сіздерге екінші бағанада, яғни дәл осы кейіпкердің жалпы сипатын жазу керексіздер. Яғни ол портреті болуы мүмкін, немесе мінез-құлқы болуы мүмкін. Одан кейінгі екінші бағанада әңгіме үзіндісі бойынша кейіпкердің іс-әрекетін жазасыздар. Ол түсінікті, иә? Ендеше тапсырмамызды бастайық. Бірінші топпен орындаймыз. Одан кейін әрқайсымыз жеке-жеке тапсырманы орындауға 5 минут уақыт беріледі. Кейіпкерлер бойынша былай жасаймыз. Бірінші топ, қазір кездейсоқ қаншадан ақтайтын боламыз. Бірінші кейіпкерге қай топ сипаттама береді екен, көруге. Жапандағы жалғыздар тобы. Бірінші кейіпкер бойынша сөйлейді екенсіз. Дайынсыз ба? Естелеуші. Жалпы сипаттамасымен Оразбек жұмыспазы, Гүлмира қара сақалды, портретімен жалпы сипаты, иә? Жақсы. Екінші бағана бойынша сәлеметі, ол естелік шақырмен бірге ипан тауына жол жүреді. Және сол жақта сүйелі көріп, және сол артына жүріп үйде танысылады. нақты үзінді бойынша жазылыңыздар жоқ. Бар ма? Диалогы немесе үзінді бойынша. Сол кезде естемеске айтады. Сен маған күй оятер, ал мен саған қалаған затын білдіреді. Сол кезде естемес айтады. Мен жүрегім бос, әлі отбасы тұрмаған, өзіңізді қызыңызды берсеңіз деген сияқты. Яғни әкесіне қолқа салады, иә? Жақсы. Келесі. Екінші кейіпкер бойынша бізде күй құдіреті тобы. Оразымбет туралы айтасыздар. Күй құдіреті тобы. Оразымбет жас жігіт, тәрбиелі, Оразымбет
ісі бойынша кейіпкердің іс-әрекеті. Жаңылдың үйін тауып шетінен көрген. Ипан тауында шетінен көрген. Бірінші оқиғаны башлаудан. Там Оразымбеттің қандай іс-әрекеті кездеседі? Оразымбет ол есімесеке Оразымбет есімесе былай айтылған, бірақ ол жаңылдың есімес деген Оразымбет сыйлығында береді, одан кейін ол сол арқылы жақсы, рахмет. Бірден екі кейіпкер туралы баяндайсыздар. Бастаймыз. Жаңылда секілді жас, мұқыз, әдемі және атасының болған ибалы ақылды жасы 16 ай болған. Және де оқиға әңгіменің ұзынысы бойынша іс-әрекеті. Естемес күй тапқан кезде ол оған тұрмысқа шыққысы келмей, ботаны сүті ақпау үшін оны қатты қысып ұстап алады. Ал Оразымбет ойнаған кезде оны жібереді. Себебі ол естемеске тұрмысқа шыққысы келмейді. Яғни көңілі Оразымбетте болады, иә? Ақсақал өмір баянын біледі, яғни ол өмірдің құдіретін біледі. Ол яғни кәрі ақсақал болып табылады, бойы кішкентай. Оның іс-әрекетіне байлансақ, ол Оразымбетпен естеместі қонаққа шақырып алады, оларға тек қана су береді, өйткені ол кезде жұт болады. Яғни оларға тамақ жоқ болады да, сосын өз ұсынысын айтады. Яғни сендер күй ойнап беріңдер, яғни сүт ақса, біз сендерге тамақ береді. Яғни нар иеді, сендердің күйлерің арқылы деп өзінің ұсынысын білдіреді, иә? Және де мен сендер... Яғни қолқа салып береді. Қалған заттарым істеймін дейді. Яғни осы егер де жұт кезінде менің нарым яғни иетін болса, жалпы ол нардың емей қалуының себебі неде еді? Қатып қалуының себебі неде еді? Тағы қандай аңыз бар еді, осы туралы еске түсірейікші. Аққудың ой, ойласың ба? Дәл сол жұт болған заманда, яғни сол түйенің иелері, нардың иелері ботасын оның алтынға сатып жібереді байларға. Сөйтсе ол өзінің төлімсіз қалып, дәл сондай күйге душар болады екен. Ұмытпаймыз? Жақсы отырамыз. Бойынша. Ол үшін біз ең бірінші сіздерге билет тарататын боламыз. Кімге қандай сан түсті біліп отырайды? Яғни өткен және бүгінгі сабақ бойынша. Соған жеке тұрып өзіміз жауап береміз, жақсы ма? Кеттік олай болса. Ең бірінші сұрақ кімге түседі екен? Көрейік? 5. Сізге сұрақ, Тахауияқтан қай жылы Абай атындағы мемлекеттік сыйлықты иеленді? Жеке жауап берсін. Жаңа айтып кетті ғой бірінші топ мүшелері, автор туралы айтқан кезде. Көрейік неше дұрыс жауап. 1966. Жақсы, рахмет, отырыңыз.
Ұмытпаймыз иә балалар, 1966 жыл. Екінші. Тоғыз. Тоғыз кімде? Менде ғой. Айнера. Сізге қарттық қайда есеке? Әлі де біреуді айттыруға болады ғой. Алпыстағы Түлкібайда былтыр қыз алған жоқ па? Дәл осы үзіндінің иесі кім? Оразымбек өзінің ұстазына айтады. Яғни ол жалғыз естемес өмір бойы жалғыз ғой, сол себептен оған өз ойын білдіреді. Осылай айтады, иә? Ендеше дұрыс жауапты көрейік. Оразымбек, яғни шәкірті екен, иә? Рахмет, Альмира дұрыс жауап берді. Келесі. Төрт кімде? Данияр. Естемес қартқа қандай өтініш айтты? Әңгіме желісі бойынша? Әңгіме желісі естемес қартқа яғни өзінің қызын яғни Жамалды өзіне қалың ретінде алуға, иә? Дұрыс па? Неше көрейік? Жаңылдың қолын сұрады. Қолын сұрады деген, яғни алғысы келді, үйленуге ниетін білдірді деген сөз. Жақсы, рахмет. Келесі. Айдар. Тахауи Ахтановтың соңғы шығармасы. Яғни авторға байланысты сұрақ. Жауап жоқ па? Жақсы. Неше көрейік? Шырағың сүрмесін. Біз, яғни, аталып жүретін екі шығармасы бар дедік, иә? Ең біріншісі, Шырағың сөнбесін романы, одан кейін қандай деді? Боран. Жоқ, қайды. Сахарлық көбілі. Екі романы бар дедік қой. Біреуі Шырағың сөнбесін, екіншісі Алтын жұлдызды жігіт. жоқ. әкемнің кезесі жоқ. Атауы өзгерген кейіннен. Бастапқы атауы Боран болды, кейіннен Дала сыры болып өзгерді. Жақсы. Айдар біліп жүр, иә? Шырағың сөнбесін романы. Жақсы отырамын. Келесі. Апырмай осы мал жарықтықтың күйге егілетіні болады деуші еді. Ақсақалдың? Дұршағын көрейік. Қария. Өте жақсы. Рахмет. Келесі. Бір саны кімге түсті? Аңғар. 15. Жақсы, мына жақта артық қалған қағаздар бар екен, келмеген оқушылар болу керек. Ендеше жалпы сыныпқа сұрақ, Тахауи Ахтановтың өнер жайында жазылған шығармалары. Жастар дауысы, сосын Әке мен бала. жоқ, әке мен бала өнер туралы емес. Жалпы сол екі шығармасы ғана бізде өнерге араласқан. Дұрыс жауабын көрейік. Алғашқы ән қызғаныш және де күй аңызы болады екен. Келесі бингомыз бітті. Билеттеріміз аяқталды. Олай болса сабағымызды қорытындылайық, иә? Жалпы бүгінгі сабақ түсінікті болды ма сіздерге? Иә. Қандай ақпараттармен таныс болдыңыздар? Бірінші топ айтыңыздаршы. Қандай ақпараттармен таныс болдыңыздар? Және де оның күй аңызы туралы ерекше және де керекті мәліметтерді білдік. Күй аңыздан кейіпкерлері жайлы. Кейіпкерлер мен олар әңгімедегі іс-әрекеттері. Іс-әрекет. Жақсы, екінші топ. Жалпы сабақ бойынша қандай ақпарат? Тахауи Ахтановтың өмірбаяндары туралы және Өмірбаяны туралы және де күй аңыздан
кейіпкерлер туралы Ақназар, сен қандай ақпаратпен таныс болдың? Шығарманың мазмұнын түсіндің, иә? Негізі оқып па едің өзің? Жақсы. Ануар, сен ше? Көбірек шығарма туралы білдім. Жалпы мазмұны туралы, сосын? Кейіпкерлердің мінезі, құқымы. Мінез-құлқы? Мінез-құлқын білдім жақсы. Жақсы. Қандай кейіпкерлер бар сіздің есіңде қалған, айтыңызшы? Именно не помню. Неге? Жаңа бір айтып жаттыңыз ғой. Жақсы. Келесі үшінші сұрақ. Айтамын. кейіпкерлердің іс-әрекетінен автор туралы. Менде осы тақырыптан автор туралы көбінесе көптеген оның шығармалары туралы мәліметтер. Жақсы. Ендеше бүгінгі сабақ бойынша кері байланыстарыңызды жасаңыздар. Өз пікірлеріңізді жазбаша қалдырыңыздар. Және оны біз данышпан жүргізуші арқылы ары қарай байланыстыратын боламыз. Жазамыз. Біріншісіне не дейді? Қарайықшы. Өте жақсы түсіндім. Екіншісі? Жақсы түсіндім. Үшіншісі? Әлде іздену керек. Әлде іздену керек. Яғни өз пікірлеріңіз дәл осының қайсысына тура келеді, соған бағыт саламыз, иә? Тапсырмаймыз саламыз үшін. Отырып шықпаймыз. Бәріміз жақсырдық па? Тапсырамын. Маған бермейміз, қазанайын ғой, күнде қанша екен. Отыр. Толық оқып мазмұндау, оқымағандар үшін. Мен араларыңызда байқадым, оқымағандар бар. Одан кейін әңгімеден алған әсерім тақырыбында эссе жазып керек, жақсы ма? Көлемі 100 немесе 120 сөз болу керек. Жалпы бүгінгі сабақ ұнады ма?